Қайырлы таң. Менің сұрақтарыма жауап бер. Қазір қандай жыл мезгілі? Қазір қыс мезгілі. Аптаның қай күні? Аптаның сәрсенбі күні. Қазір қандай ай? Қазір ақпан айы. Суретке назар аудар. Бұл ненің суреті? Дұрыс айтасың. Бұл анар. Анар – это гранат. Анар жемісі кальций, магний, фосфор, темір элементтерінен бай. Шаш, тырнақ, теріге де пайдасы өте көп. Барлығы ойлайды, анар бұл жеміс деп. Бұл тұжырым дұрыс емес. Анар жидек. Многие считают, что гранат – это фрукт. Это неправильное утверждение. Гранат – это ягода. Біз бүгін сабақта анар туралы сөйлесеміз. Егер де дайын болсаң, дәптеріңді ашып, соңғы жазбадан кейін 2 жолды тастап кетіп, 3-ші жолды жазамыз. Отступаем от последней записи 2 строки, на 3 пишем. 10-шы ақпан сынып жұмысы, анардың пайдасы бар ма? Есть ли польза от граната? Келесі. Сөздік дәптеріңді ашып, жаңа сөздерді тыңда, дәптеріне жаз және жаттам. Менімен бірге қайталап көр. Пайдалы, полезный, салқын, прохладный, жылы, теплый, емес, не. Мысалы, пайдалы, емес, не полезный. А как сказать не прохладный? Дұрыс айтасың. Салқын, емес. А как сказать не теплый? Жылы, емес. Тағы бір рет қайталап көрейік. Пайдалы, салқын, жылы, емес. Пайдалы, емес. Бірінші тапсырма. Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Менімен бірге оқы және қайтала. Бұл шырын. Это сок. Бұл алма шырыны. Это яблочный сок. Алма шырыны тәтті. Яблочный сок сладкий. Анар шырыны дәмді. Гранатовый сок вкусный. Шырын салқын. Сок прохладный. Сәбіз шырыны пайдалы. Морковный сок полезный. Тағы бір рет оқып шыр. Прочитай текст внимательно еще раз. Келесі. Мәтін бойынша тапсырма. Сол жақтағы сөйлемдерді кестеге сәйкес сәйкестендіреміз. Нужно предложение с левой колонки сопоставить правильно. Если предложение правильно, мы ставим плюс. Если неправильно, минус. Мысалы, бұл су. По тексту было это вода. Если предложение правильно, мы пишем бір нүкте дұрыс. Егер де сөйлем дұрыс емес болса, бір дұрыс емес. Если предложение правильно, мы пишем дұрыс. Если неправильно, дұрыс емес. Екінші сөйлем. Бұл алма шырыны. Это яблочный сок. Это предложение верно или неверно? Үшінші. Алма шырыны жылы. Яблочный сок теплый. Төртінші сөйлем. Анар шырыны дәмді. Гранатовый сок вкусный. Бесінші сөйлем. Шырын жылы. Сок теплый. Соңғы сөйлем. Сәбіз шырыны пайдасыз. Морковный сок не полезный. Мәтін бойынша сәйкестендіріп көр. Бұл тапсырма жазбаша орындалады. Это задание мы выполняем письменно в тетради по тексту.
Келесі тапсырмаға назар аудар. Сөздерге қажетті қосымшаларды жалғап жаз. Біз айттық, қазақ тілінде тәуелдік жалғау және жіктік жалғау болады. Жіктік жалғау дегеніміз личное окончание. Вместо многоточий нужно подставить личное окончание только в правильном лице. Мысалы, мен жылы шырын ішемін. Я пью теплый сок. Екінші жақта, сен жылы шырын іше, ты пьешь теплый сок. Сыпайы түрі, вежливая форма. Сіз жылы шырын іше. Соңғы үшінші жақ, ол жылы шырын іше, он или она пьет теплый сок. Яғни көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғау керек. Келесі тапсырма. Мұқияттылыққа байланысты. Артық әріпті сызып тастау керек. Бұл тапсырма жазбаша орындалады. Это задание также пишется письменно. Каждое слово мы пишем через запятую с новой строки. Нужно вычеркнуть лишнюю букву, и у вас должно получиться слово. Келесі соңғы бүгінгі тапсырмамыз. Сабағымызды осы тапсырмамен қорытындылаймыз. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қою керек. Вместо многоточий нужно поставить нужную букву и подчеркнуть ее. Үй жұмысы. Бірінші тапсырма жаңа сөздерді жаттау. Екінші тапсырма 38-ші беттегі үшінші тапсырма. Бұл тапсырма ауызша орындалады. Үлгі бойынша диалог құрау керек. Ваше домашнее задание. Нужно выучить новые слова. На странице 38 третье задание. Обратите внимание, нужно составить диалог по примеру. Үлгі – это пример. Мысалы, бұл сума шырын ба? Это вода или сок? Это сок. Это кез келген шырынды қоюға болады. Может быть прохладным, теплым, вкусным, холодным. Это задание делается устно. По примеру, нужно составить диалог и его выучить. Домашнее задание мы делаем не спеша, до пятницы, а остальные задания нужно отправить сегодня или завтра до 9 утра. Егер де сұрақтарыңыз болмаса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.